Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сметанкалы пирог жасағалы жатырмын. Бізге қажет, міне өздеріңіз көргендей, ұн, сары май. Мен сары майдан сливочный береганы қолданамын. Және бұл холодильникте тұрған салқын май болуы керек. Сонымен қатар қант 100 грамм, 1 жұмыртқа, разрыхлитель қажет. Алдымен 250 грамм ұнымызды салып аламыз. Менің ұным сеткадан сүзгіден өтіп дайын тұр. Және 100 грамм қант саламын. Оған разрыхлительді қосамын. Барлығын мен салып жіберемін. Және сары майды қосамын. Сары майды, яғни бұны қолымызбен араластыруымыз керек болады ұнға. Алдымен жұмыртқаны қоспай тұрған кезде сары майды қосып, ұнға араластырамыз. Жақсылап қолымызбен араластыруымыз керек. Міне өздеріңіз көргендей қолдарыңызбен араластырасыздар. Қолдарыңызбен осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне өздеріңіз видеодан көргендей жасайсыздар. Құрметті достар, менің видеома лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басыңыздар. Неге перчатка кимедіңіз деп кейбір кісілер айтуы мүмкін, бірақ маған өзіме осылай өзімнің қолым таза сияқты болып көрінеді. Себебі қолыңды өзің қайта-қайта жуасың, бәрібір енді тазалық болады ғой қолда. Білмеймін, маған перчатка киіп жасаған өзіме ыңғайсыздық тудырады. Сол үшін мен осылай жасаймын. Енді мен міне жұмыртқамның сырты жуылған. Осы жұмыртқаны саламын. Енді қолымызбен тағы да араластырамыз. Міне менің қамырым дайын. Қолыммен басып дайындадым. Енді бұл қамырды целлофанға салып, немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке қоямыз. Біз бұл холодильникке қойып кішкене тұнғанша, оның арасынша біз сметанегімізді жасауымыз керек болады. Холодильникке қоямын. Достар, енді біздің қамырымыз дайын болғанша, яғни қамырымыз холодильникте демалып болғанша, бізге 500 грамм сметана және 4 жұмыртқа, 100 грамм қант қажет. Алдымен сметанамызды ыдысқа салып, оған міне 4 жұмыртқамызды жарамыз, дайындаймыз. Енді міне қантымызды саламыз. Достар, міне мен сметананы, 100 грамм қантымды, 4 жұмыртқамды салдым. Енді шанышқымен немесе осындай венчикпен араластырамыз, бірақ миксермен араластырмаймыз. Бізге осы барлығы жақсылап араласуы керек. Жұмыртқамыз, қантымыз бәрі ішінде еріп араласуы керек. Міне осылай жаймен араластырамыз.
Міне барлығы араласты. Міне барлығы араласты. Осындай болып дайын болады осылай. Міне достар, менің табам 24 сантиметрлік таба. Соған қазір қамырымды саламын. Астына жарты бөлігін қамырымды астына жаямын да, және жарты бөлігін жанына жаямын. Қазір мені көресіздер. Видеодағылай жасайсыздар. Астына жарты бөлігін жайып отырмын. Привет. Қолдарыңызбен жаясыздар. Табаның көлемі 24 сантиметрлік. Мен соған осы 24 сантиметрлікке сәйкестендіріп жасадым рецептімді. Енді қазір құрметті достар, менің видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, және мына қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен каналыма видео салған кезде сіздерге хабарлама болып барады. Бұл табаны майламаймыз, өйткені өзінің құрамында май бар ғой. Сол үшін табаны майламаймыз. Табаға жабыспайды бұл. Қамырымды жайып дайындап қойдым, табаға салып дайындадым. Енді міне салмамызды қазір осы қамырдың ішіне құямыз. Міне қараңыздар, өздеріңіз көргендей барлығын жақсылап құясыздар. Міне біз алдымен пешімізді 180 градусқа қоямыз. 180 градусқа кішкене қызған кезде біз уже міне пирогымызды пешке саламыз. Пешке саласыздар, қамыры қызарған кезде. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап, қамырларыңыз қызарған кезде, пирогыңыз қызарған кезде аласыздар. Міне пирогым дайын. Бұл негізі ыстық кезде шешу неге формасынан алуға болмайды. Әбден суығаннан кейін алу керек. Мен бір 2,5 сағаттан кейін асықпай алдым. Суыған. Мен кішкене формасынан алып атқан кезде сәл арасы ашылып кетті. Қазір енді мен сіздерге кесіп көрсетемін. Бисмилля. Тегізі бұны енді неденге холодильникке салып қойсаңыздар, дәмі вообще күшті болады. Міне достар, менің сметанковый пирогымның дәмі өте керемет болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.